Намордник жоқ па ешкімде? Ұлан қайда, ұлан? Барсың ба? Аймақтар көріп отыр түгел де? Сөйлесіп қойдыңдар ба? Ал. Интернеттен проблемалар бар, қайталап көреді. Жақсы, енді оқиғаны бәріңдерің естіп біліп жатсыңдар ғой. В принципе, менімен бірге жүргендер 3-4 жыл бойы, 4-5 жыл бойы осы күнге дайындық болған. Мен сендерге үнемі айтып келдім, біз Қазақстанды өзгертеміз деп. Мына Алаш ардақтылардың суретін біз әдемілікке іліп қойған жоқпыз. Солай ғой. Оны өздерің сезіп жүріңдер. Енді кез келген нәрсені жасау үшін үлкен дайындық керек қой. Мысалы, үй салам десең де кеп салып кетпейсің, оны басыңда піседі, содан кейін ескизін жасайсың деген сияқты. Соған пісіп жетілдік, уақыт келді. Қазір енді мына әсіресе мына кризистен кейін мен анау күні біраз немелер өткіздім ғой. Сен қарап жүрдіңдер ме, қарап жүрсіңдер ме? Қазақстанның бюджеті жайлы, сыртқы қарызы жайлы қарай алдыңдар ма? Сонда негізгі мен өзімде әлемдік экономиканы, макроэкономиканы бақылап қарап жүрмін ғой. Экономикадан жақсы хабарым бар деп айтылам бір кісідей. Сол макроэкономистермен сөйлескен кезде, әсіресе Қанат Оспанов деген жігіттермен тағы да басқа достарым бар. Бәрінің бір ауыздан айтады, қазір қимылдақ қалмаса өте қиын болады. Мен көз алдыма бүйтіп елестетемін, мен үнемі айтамын, кемедегінің жаны бір деп. Біз кемеде келе жатырмыз, үлкен кемеде. Өте үлкен кеме, көз алдыма. Анау күні мен еттім ғой, 3000 адам, 5000 адам лайнер. Бірақ ешкім ештеңені білмейді, ұйықтап, біреулер доп ойнап, біреулер кино көріп жүрді, кемеде не болып, не қойып жатқанын. Сонда не болып, не қойып жатқанын біраз адамдар біледі, мысалы. Соған қарағанда енді сол кеменің ары қарай толқын бар, не бар, соның ішіндегі жанар жағармайы ол кеменің бюджеті деп есептейік. Жанар жағармай бітіп қалған кезде кеме тоқтайды, тоқтағаннан кейін болды, ары қарай жүрмегеннен кейін ол бітіп судың астына кетеді, тоқтауысқан кейін. Сол жанар жағармай бізде енді келіп тұрған нәрсе мұнайдан келіп түсіп тұрды көбі. Айталық 30-40 неменеге жуығы, мысалы 12 триллион бюджет болса, соның 5 триллионы немеден түсіп тұрды, мұнайдан. Енді мұнайдан ақша түсе қоймайды. Енді ары қарай түсе қоюы нағайбыл негізгі. Оны мен 5 жыл бойы айтып келе жаттым. Өйткені енді басың істегеннен кейін, немеден білгеннен кейін, экономиканы білгеннен кейін, жалпы ғылым білімнің дамығанын білгеннен кейін болжайсың ғой. Мен сендерге айттым ғой, қанша болжадым мен осы немеде жүргенде, бизнес жүрген. Соның 99% дұрыс келді. Мен айтып жүргендерім, кейбіреуі жайырақ келді, дәл уақытында емес. Сол мен айтып жүрген дүние келді, енді мұнайдан ақша түспейді. Енді жылғы бюджет қайтадан қарады, енді бізде бір бағымызға қарай біздің жинақ қойған қор бар. Оны ұлттық қор дейді. Ұлттық қорда 60 миллиард доллар ақша бар, бірақ оның осы жақында қаншасын жұмсақ қойды, кім Айгерім? 13 миллиард па ақша кетіп қалды. Ол зует бір 2-3 жылдың ішінде бетіп қалады ол. Жинақ қойған қор 3-2 жылдың ішінде. Өйткені мемлекетті асырау керек қой. Мемлекетте әскер бар, шекара бар, мұғалімдер бар, пенсионерлер бар, пенсионерлер, одан кейін мемлекеттік қызметкерлер бар, медицина саласы бар. Солардың бәрін асырау керек қой. Қазір мысалы Украинада Зеленскийдің немесін оқысаңдар, қазір ашық жүр, Франция, Германиядан қайыр дұрыс сұрап жүр. Мемлекет банкрот. Мемлекет банкрот болғаннан кейін ол егемендігінен айырылады деген сөз. Қазір 4-5 жылдың ішінде тез индустриализация болып, енді бюджетті толтыру керек қой бірдеңкемен. Енді мұнайдың орнына бірдеңкемен толтыру керек. 5 триллион ақша ол 5 миллион емес, 5 миллиард емес, 50 миллиард емес, 500 миллиард емес, ол орасан зор ақша. Орасан зор ақша, соны толтыру керек, соған бірдеңке істеу керек. Енді оны біреу шешеді деп қарап отырғаннан ешкім шешпейді. Сауаты бар, білімді адамдар кірісу керек. Осы жердегі енді жалпы саясат деген не? Саясат деген не дегенде? Жалпы былай қарасаң, саясат деген кеме кетіп бар жатыр. Сол кеменің батып кетпеу үшін соған немене керек та? Жанар жағармай моторына.
былайша айтқанда солай ғой. Жанар жағармай соны қалай толтырылады? Бір, оның кейін қанша миллион адам үкіметте жұмыс істеп жатыр, соларға ақша төлеу керек. Ақша төлемесе кім істейді? Мысалы, әскери адам болсын, полицияда болсын, мұғалімдер болсын, ақша төлемесе ешкім істемейді, оны асырау керек қой біреу. Оны ақша төлеу үшін оны халық асырайды. Халық бір жұмыс істеп, соның бір бөлігін салып отыру керек. Сондықтан біріншісі бюджет. Ол түсінікті да, біріншісі бюджет. Екіншісі, сол ана халық тамақ ішу керек, ана кеменің үстінде халықта жұмыс болуға тиіс. Өзін өзі асырай алатындай. Оған мемлекет жағдай жасау керек. Осы екі нәрсе ғой шындығында. Одан кейін үшіншісі, енді сол жерде тәртіп болу үшін, сол бюджетке түскен ақшаны ұрламай, жырламай, енді ол қазір еңкейген баладан, бесіктегі баладан еңкейген кәріге дейін біледі, бізде жемқорлық жайлап кеткені. Ұрламай, жырламай, дұрыс болу үшін заң дұрыс болуға тиіс. Дұрыс заңдар елге, халыққа керек дұрыс заңдар қабылдану керек. Оны кім қабылдайды өзі? Атқарушы орган бар, мемлекеттік орган бар, то есть заң органы бар. Ана парламентке барғандар заң қабылдайды, мысалы. Кез келген заң қалай болуға тиіс мемлекетте. Енді әсіресе заң болғанда көбінесе бюджеттің ақшасы қайда жұмсалуға тиіс, оның кейін қылмыс болса, ол қалай кез келген заң қабылданады ғой, пенсияға неше жаста шығу керек деген сияқты, соны парламентке барғандар шешеді. Халық қалаулылар дейді. Бүкіл халық шеше алмайды, халық айтады, мына кісілер елдің қамын ойлайтын сауатты адамдар барсын, солар шешуге тиіс. Енді парламентке сайлаған кезде біз білмейміз, кім сайлап, ешқайсыларын білмейміз ғой, мысалы. Мен білмеймін, мен депутатым кім бар екенін білмеймін да. Сондықтан енді депутаттарды ары қарай бұрын мажоритарный дейді, бұрын кез келген адам депутат болып нете алатын да. Мен өзі проблемамды шештім, мен сауаттымын, мен барып депутат болып елге керек заңды қабылдатуға қатынасқым келеді деп айтады. Бірақ енді тек қана партиялық тізіммен ғана өтеді дейді. Мысалы, мен депутат болып барғым келеді, мен сол парламентте отырған кез келген депутаттардан өзімнің білімім, дәрежем кем емес деп санаймын. Тәжірибем жеткілікті. Бірақ барайын десем партия керек. Сондықтан енді партия құру керек болды. Ол оңай шаруа емес, бірақ партия құру керек болды. Партия құрғанда не істейді? Мысалы, оған кем дегенде 7% алу керек. 107 депутат бар ма? 107-нің біразы ассамблеямен өтеді, халықтар ассамблеясымен. 9-ы халықтар ассамблеясымен өтсе, 98 депутат. 98-дің кемінде 7% алу керек, яғни бір 10 депутат өткізу керек енді, бір 7 депутат. Енді мен барғаннан кейін, мен білесіңдер, максималист, мен 10% емес, кемінде 30%. Или 50% алуымыз керек. Кім 50%-дан жоғары алатын болса, ол вообще онда мемлекетті басқарады деген сөз. Олар премьер-министр тағайындайды, кабинет тағайындайды, соған айтқанын жүргізеді, болды депутаттар. Енді бір партия болмайды ғой, көп партия болуға тиіс. Мен өзім ойладым, барғаннан кейін біз кемінде 30% алуымыз керек. 30%, яғни кемінде 30 депутат өту керек. Олар бүкіл Қазақстаннан. Ол енді маған не сенімділік береді? Сенімділік беретін. Мен партиямен айналып жүргендерді көріп отырмын, Нұр Отаннан басқалардың бәрінікі, көбінікі лозунг, система жоқ, жүйе жоқ, ештеңке. Ана күні мен партия құрам деп бір видео шығардық. Бір күн қанша сапар, қанша немене болды? 500 қанша болды? 580 мың 2 күнде көрілім болды. Лайк қанша болды? 45 мың лайк, 30 мыңнан астам комментарий болды. 2 күнге жетпей, бір сөткеннің ішінде. Сонда біраз саясатпен айналып жүрген азаматтар, мысалы айтайық, Еркін Ракишев маған қоңырау шалады да, бәрі дейді, шок болып жатыр дейді да мұнда. Мынау қайдан шықты деп айтады дейді, біз бәленбай 10 шақты жыл партиямен саясатпен айналысып жүрміз, қасқырмыз, бәрін білеміз, дегені біздің түсімізге кірмейтін нәрсені жасап жатсыңдар дейді да. Мен айтам, сендерде сауат жоқ, сендер шоқпармен жүресіңдер. Бір, екіншісі, халық біледі, біздің ниетіміз таза. Мысалы, менде ниетке барып бір Құдайға шүкір, осы уақытқа дейін менде бір кісінің бір тиын ақшасын жеп көрген жоқпын. 30 жыл бизнесте жүрмін, қанша адаммен жұмыс істедім, мен кез келген бетіне қарап айта аламын. Мен мысалы бір жерде бір қылмыс жасап, біреудің ақшасын төлемесем, кез келген экранда тұрған айтады, Ахмет, былай, мен саған дәлелдеп беремін деп. Арым таза, содан кейін ниет таза. Негізгі мен үнемі айтамын ғой, бай болғысы келген адам тек қана байлықты іздесе бай болмайды, ол таза клиентке таза қызмет көрсеткісі келсе, ол бай болады. Өйткені клиент риза, сол келе береді. Мен жиһаз фабрикамда да қай бизнес істеген кезде мен сол ақша жайлы ойлаған жоқпын.
сол бизнесті неменеге жеткізу, үлкен деңгейге жеткізу, клиенттің махаббатына, ризашылығына ие болу. Мына жерде де бизнес бастауда да сол болды да, мен үнемі, сендер отырсыңдар ғой, сендерге айтамын ғой, сендер ештеңе ақша ойламаңдар. Мына келген шабандоздардың бәрі кәсібіне ие болып кетсін, сол кезде бізге адамдар өздері келетін болады. Дәлел ғой. Ешқайсымыз ақша емес, соны ойлап отырмыз. Келген адамдар шынымен, өйткені біз жиһаз сатып жатқан жоқпыз. Жиһаз сатсаң да адам ұяты болуға тиіс. Киім сатып жатқан жоқпыз. Біз адам, тағдыр адам. Осында келді, үмітін үкілеп келді. Егер шынымен олар нетіп кетсе, табыс тауып кетсе, таппаса оның артында адамдар тұр. Біреу ауырады, ақшасы жоқ болса оны емдете алмайды, тамақ бере алмайды. Сондықтан үлкен жауапкершілікпен қараңдар деп айттық. Сол арқылы бізге келгендер 90% риза болып кетеді. Жалпы Бауыржан қанша адамдар оқыды деп ойлайсың осы уақытқа дейін бізде? Оқып шықты? 30 мың. 30 мыңнан астам да, 40 мыңға жуық бар ма? Сол шамалы. Бар деп ойлаймын, 30 мыңнан астам адам оқыды. Онымен қоса өзгергім келеді де, МКТ-де оқып жатыр, бәрін болғанда 40 мың адам. Біз және сабақпен бірге Әл-Фарабидің айтқаны тәрбиесі берген білім адамзатты қашау деп, біз адалдықты, мейірбандықты, бір-біріне көмектесуді, соның ең басты Алаштың идеясын әр ағымда саналарына сіңір алдық деп ойлаймын. Мен 90%-дан естимін. Алаштың кім екенін білмеуші едік, елге қызмет істеу деген жалпы мүлдем менің ойыма келмеуші еді деді. Бәрі сөйтіп айтады. Соның 90%-ы бізге риза, 90%-ы сол Алаштың идеясын сіңіріп кетті. Алаштың идеясы дегенде елге қызмет ету, педагерлік. Олар өмірлерін сарп етті. Абақтыдан көз ашқан жоқ, тіпті сол үшін өлімге барды, жандарын қиды. Қазір біз ондай талап етіп отырған жоқпыз ғой. Жан қиып керек жоқ. Қазір бейбіт заман, егеменді елде тұрып жатырмыз. Тек қана егеменді еліміздегі коррупцияны құртып, мына хақаку-сақакуды мен айтатындай, мына шоудың бәрін тоқтатып, неменеге қарай бет бұру. Енді ғылым білімге, өндіріске қарай бет бұру, болашақты ойлау. Қазақтың тілін сақтау, дәстүрін сақтау, салтын сақтау, ғылым білімді меңгеру, Жапония сияқты мемлекет жасау. Бұны Алаш ардақтылары айтып кеткен. Соны іске асыру керек. Олар Алаш орданы құрды, жерді бізге бекітіп берді, егемендігімізді алып берді. Енді анандай мемлекет жасай алмай кеттік. Мына қызыл қанішерлер оларға мүмкіндік берген жоқ. Қазір мүмкіндік бар. Бірақ біз кішкене сол той-тойлаумен кеттік. Мемлекет басындағылар, шенеуніктер сол ақшасының қалтасын толтырумен кетті. Енді мен ойлаймын, бізді қолдай көрек, бүкіл полицияда жүргендер, КМБ-да жүргендер, мемлекетте жүргендер бәрі олардың Қазақстаны ғой. Олардың балалары осы жерде өмір сүруге тиіс. Біз сондықтан ешқандай біз соғысқа ешнеге шақырып жатқан жоқпыз, біз әділеттік үшін. Сондықтан 30 мың адам әрқайсысы мен ойлаймын кемінде 3 адам, 5 адам отбасы бар ғой. Олар осы идеяға берілген. Сондықтан мен ойлаймын 20 мың адам керек, 20 мың адамды бізге партияға жинай салу бір-ақ күндік жұмыс. Енді әрқайсысы 3 адамнан 5 адамнан әкелетін болса, мысалы бізде 30 мың адам оқып кетті десек, бізде 100 мың адам қазір дайын тұр. Және бүкіл Қазақстанда, аймақтарда бізде аймақтар көріп отыр ғой, 19-18 қалада біздің өкілеттіктеріміз бар. Біз дайын партиямыз. Партияның мүшелері міне. Мынау сен партиясының бірінші құрылтай съезі деп айтсақ болады. Негізгі мен құрылтайды 26 тамызға деп жоспарлап отырмын. Неге деп ойлайсыздар? Кім біледі? Неге сол датаны қойдық? Сендер де мен айтамын, үнемі әлі кішкене жүректерің жетпей жатыр, бірақ бәрібір нету керек, оқу керек. 26 тамыз күні Қазақстанның жерінің бекітіп, бірінші республиканың құрылған күні. Алаш ардақтылары, Әлихандар, Әлімхан Ермеков Лениннің артына барып, 4 күн бойы, 14-шіден 26-сына дейін қорғап, қазақтың жерін бекітті. 3 миллион 476 шаршы километр деген, содан 2 миллион 700 ба, соны бекіткен күні 100 жыл толады. Яғни қазақ мемлекетінің құрылғанына 100 жыл толады. 17 жылы Алаш партиясы құрылды, бірақ осы біз автономия аламыз деп бүкіл арманы сол болды, автономия. Сол автономия алғанына 100 жыл болады. Сол 100 жылдыға тақап, ол үлкен мейрам. Қазақ мемлекеттігінің 100 жылы. 26 тамыз календар бойынша қалай біреуін қарап жүргендейші, қай күн болады екен? Биыл қай күні болады екен? 90 жылы 26 тамызда Сен партиясының енді сәрсенбінің сәті, қазақ сәрсенбіні жақсы көреді, сәрсенбі сәтіне біз бірінші съезд жасаймыз, құрылтай болады.
енді сендерден не керек? Сендерден ең бірінші маған, енді мен жанымды шүберекке түйіп, бұл өте оңай нәрсе емес. Билікке келу оңай нәрсе емес. Бұл деген партия құру деген сөз, билікке бару деген сөз. Егер біз 30 партия 30% алатын болсақ, біздің мәслихаттарда, біздің бүкіл мәслихаттарда, аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттарда біздің адамдар отыруға тиіс. Біздің партияның қойған бағдарламасын орындатам деген адамдар отыруға тиіс. Мәжілісте біздің адамдар отырады. Сол жерде заңды біз қабылдатамыз. Яғни біз билікке келеміз. Ол оңай, билікке оңай ешкім бере салмайды. Қазір қарсыластар көп, оны әлеуметтік желіден байқадыңдар. 10 шақты күннің ішінде менің басыма үйіп-төгіп болмаған нәрселерді, соны 0,1% болмаған нәрсені шығарып жатыр. Сондықтан маған ант ішуге тура келді. Алланың алдында, Құдайдың алдында мен егер арым таза болмаса, мені сол күні мені тозаққа күйдіріп, мен бүкіл үрім бұтағыммен, ата-бабамның аруағымен, Құран ұста десең Құран, нан ұста десең нан ұстап мен ант бере аламын. Арым таза екеніне менің артымда осы сендерден басқа ешкім тұрған жоқ. Міне, сендер жастарсыңдар, маған енді шынын айтқан кезде мен біраз адамдармен ақылдастым, саясатта жүрген адамдардан ақылдастым да солардікін теріс дедім бәрі. Бәрі де бір ақылын дұрыс, айтқан ақылын істеген жоқпын. Біріншісі айтты, өй, нең бар, сен есің дұрыс па, сен кімге қарсы шығайын деп отырсың, қалай, сен қайдағы партия тіркемейді, артыңды қысып үйге отыр деді. Мен 3 күн ба, ойлау оңай нәрсе емес қой. Мен көшеде жүрген бала емеспін, 18 жаста емеспін, бүгін бұлай, ертең бұлай деп. Мен соң кейін бүкіл енді саясатта бар үлкен, енді біраз адамдар танимын, айтты. Басың істемейді деді. Мен таңертең шешім қабылдаймын әдетте. Өзі таңертең сағат, мен қазір 3-те оянып алып жүрмін, таңертең 3-те маған бір келеді кванттық әлемнен. Соң кейін алаш ардақтылар, мен шындығын айтамын, оң кейін інілерім, ағаларым айтады, не істеп жүрсің сен? Оң кейін олар қызы телефон шалады екен. Менің Советқазы деген ағам, ол да батыр, қорқпайтын жігіт. Бірақ маған 3 күннен кейін хабарлады телефонмен. Ақай, қоя қойсаң қайтеді, маған жан жақтан звондап жатыр, ана інінің есі дұрыс па? Ертең оны ата салады, бір бандиттарды жіберіп үйде салады, тып-тыныш бизнесі бар ма? Бар. Қазір абыройы бар ма? Бар, тып-тыныш жүрсін деп. Соң кейін мен айттым, мен ауырдым. Немен ауырдым дегенде, адам санасына бірден кестіріс ауырады. Мен кейінгі 5 жылдың ішінде мен алаш идеясымен ауырдым. Ауырдым, соны кейін мен өзіме бүйтіп айттым да, мысалы, осы алаш ардақтылардың заманында қанша қазақ өмір сүрді? Қаншасы қырылып қалды 32-ші жыл, қайсының атын біледі қазақ? Ешкімнің атын білмейді да. Атын кім біледі? Әлихан десе, бәрі енді саналы қазақтар біледі. Міржақып десе біледі, Мағжан десе біледі, Сұлтанмахмұт, Жүсіпбек Аймауытов, Мұстафа Шоқай, Жақанша Досмұхаммед десе білеміз да. Солай ғой. Сөйтіп солардан жағымыз артық емес қой. Мен бұл мәңгілік өмір жоқ қой. Мен 60-қа келдім, әкем 65 жаста өлген. Мен өлем, айтым, алса жағымды алсын. Мен шынын айтайын, мен артыма енді шын айтқан, по большому счету артыма атымды қалдырғым келеді. Менің ұрпағым айта алатындай да, Ахметбек, Нұрсила деген осылай 21-ші ғасырда өмір сүрген екен, алаштың ісін жалғастырған екен, алаштың партиясын жарған екен, атымды қалдырғым келеді. Осы заманның Әлиханы, осы заманның Ахмет Байтұрсыны болғым келеді мен. Менің осындай үлкен амбициям бар. Ол ішінде жүрді. Мен әбден күшім осындай сендерді жинағаннан кейін, бүкіл Қазақстаннан адамдарды жинағаннан кейін, әлеуметтік желі бүгін күш, 300 мыңнан астам немене бар. Мысалы, менің Нұрсила каналында, бизнес бастады 300 мың, Нұрсила каналында қанша болды қазір? 217 мың, мен Инстаграмда 245 мың, жалпы миллиондай халық бар, солардың алдында айтқым келеді. Иә, мен атымды қалдырғым келеді. Мен осындай амбициям бар. Бүгінгі заманның Әлиханы, бүгінгі заманның Ахметі, бүгінгі заманның Міржақып деген атымды қалдырғым келеді. Мен соған лайықпын. Екінші айтады, енді үйтігеді, бүйтеді деді. Артқа енді бірдеңке бұдан шындығын айтайын, мен міне ағам Советқазы көріп отырған шығар. Айтты, бірдеңке қылып саған шығу керек, өгізді де өлтірмей, арбаны сындырмай, сен бәрі айтып жатыр, задний включать етсін деп. Мен айттым, задний мен жердің астында ғана. Задний мені Ахметбек қандай адам еді, жақсы адам еді деп жаназамды шығарған кезде ғана мен арт жағында көрі тұр. Менен жақтым. Мен үнемі айтамын ғой сендерге, масты сжигайте деп, астаққа немені жағып жегіңдер. Оны жағу үшін былай шынды керек, кезген адам өлімнен қорқады.
түрмеден, өмір бойы түрмеде жүруден, өлімнен қорқады. Айтады, ол үшін неменен жағып жүру керек, қорқынышқа артқа бармау үшін. Мен сендерге айттым ғой, адамды басқаратын не күш дегенде сенім мен эмоция да. Екіншісі қозғайтын күш, қорқыныш, ұят пен ал немене күші да, рахат алу күші. Рахат алу күші маған атымды қалтыру, елге қызмет істеу. Сол алаш ардақтыларының ісін жалғастыру. Сол арқылы мен мәңгілік атым қалса, мені алға сүйрейтін күш сол, мен дофамин. Ал ұят күші масқара болды. Сондықтан мен ант бердім, таңертең тұрдым. Қалай артқа включать етпеу керек? Ертең КНБ-ның түрмесіне апарып, бір жерге апарып, бірдеңке тығады. Сол кезде мен тізем дірілдеп артқа включать етпеу үшін ант бердім. Маған артқа немене жоқ. Сонымен мен түсінгенім, жалпы адам өлімнен қорқпау керек екен. Өлімнен қорққан адам бірінші өледі екен. Соғыста да қорқақ бірінші өледі. Былайша айтқанда қорқақ күнде өледі дейді, қорқақ. Мен ана Наполеонның киносын көріп шықтым, сериал неше түрлі. Наполеон вообще өлімнен қорықпаған. Өзі кішкентай ғой, бойы мынандай да. Вообще соғысқа барған кезде мені алады да бірінші тұлып алып жүгіреді, қасындағылар оқ тиеді, Наполеонға тимейді. Көрдіңдерші Наполеон киносында? Вообще өлімнен қорықпаған. Ана немеден қамап тастайды ғой, ана остров Святой Елены да. Соған апарып ана Ресейге соғыста жеңілгеннен кейін Наполеон император болады ғой, қамап тастайды. Содан қашып шығады ғой, как сол қашып шыққан кезде алдынан әскер келеді. Анау жалғыз бүкіл әскер, ана басқаларға ана Наполеон түрмеге отырып тастаған қарсыластардың әскері де сол жалғыз шығады, ана жақтан бәйін-бәйіннің әскер шығып айтады, атсаңдар міне дейді, сендердің императорларың. Бірақ мен сендердің императорларым, мен Францияға осындай қыламын дейді. Әскер ананың духына қарайды да Наполеон артынан еріп кетеді ғой. Бір адам қасында бір 10-20 немесі бар өзінің. Ол адамның духы жеңеді. Сондықтан сендерге айтатын, ерте кеш пе бәрі өлесің. Мен әкем өлді, шешем өлді, бауырым өлді, Әлихандар өлді, бәрі өлді ғой. Ал өмірге битіп бар ғой, Абай айтады, ондай тірлік итте де бар дейді. Кеудеден жан шықпас деген ондай тірлік итте де бар дейді, тірілдеп қалса бар. Сондықтан енді бұрын мен битіп айтатын. Әкерші сана. Аймақтағылар да көріп отыр ғой. Өмірге бір рет келесің, бір рет кетесің. Сондықтан енді бұлған шыққаннан кейін да біз айтып отырған нәрсемізді іске асыру үшін мына әлі алаш ардақтылардың аруағының алдында біздің еңсеміз тік болу үшін бәрі барамыз ғой солардың алдында. Сонда болу үшін бізге осындай рух керек, қасқырдың рухы керек. Мен команда жинағанда 5 неменем бар да, 5 талабым бар. Бәрің білесіңдер. Бәрің білесіңдер. Соң кейін мына ортасында мына біріншісін біз адамгершілік, профессионализм, кәсіби деңгейі. Соң кейін КСД, күн сайын даму, күн сайын білімін бәрін жетілдіріп отыру да. Соң кейін тәртіп. Мынау бәрін біріктіретін осы 5 талаппен қоятынбыз. Соң кейін әуелгі мен ойланып жүрмін. Мысалы, мотивация қайда деп бір таңертең оянғанда келдім, мотивация. Адамдарда бір мотивация болуға тиіс қой. Мысалы, біз кез келген ғаламат көрмей тұр ғой, кім қайда? Біледі ғой, ол жиналыс екен. Соң айтымда бәріне біз айтамыз, табыс қалай табады, бәріне табысын ететіміз. Соң кейін енді мен әнеу күннен кейін, осы карантинда мен партия бастағаннан кейін, енді былай, аймақты өкілдерге де. Енді мен ешқайсыңа нетпеймін. Мен даже бүйтіп мынандай шешім қабылдадым. Енді мен тегін жұмыс істеймін. Қанша өмірім қалды, мен анандай немен өткізбеймін. Личный тренинг бар да, мен миллион теңге тұрады ғой маған. Маған былай өмір сүруге ақша керек. Маған айтады, личный тренингке келсек, самғауға, не аламаға. Мен тегін, келсем тегін ғана өткіземін. Сонда айтады, сен қалай күн көресің? Міне менің командамда 200 мың адам бар. 200 адам бар менің командамда. 5 мың теңгеден маған көмектессеңдер, аға тегін деп. Көмектесесіздер ме 5 мың теңгеден? Қанша болады? Миллион теңге. Маған бұлай жетеді. Менің командам содержать етеді, менің отбасым. Мен ел үшін жұмыс істеймін. Жақсы ма? Енді мен ешкімнен қандай табыс тауып жатсың ба, табыс таппай жатсың ба, мен үнемі бұзбалақтарға айтатын, табысын қалай бергел дегенде, мен үйреттім, барымды бердім,
түгел бойымда қанша 30 жыл жинаған білімімді түгел сендер әрқайсыларың кемінде 10 рет аламаннан самғаудан өттіңдер, бар білімді бердім. Әсіресе менің маңайымда жүрген Бауыржанда, Әйгерімде, Ұлпанда, Ұланда, мұзбалақтарда бар білім. Енді өздерің кәсіп жасай аласыңдар. Енді бір-ақ нәрсе критерий болды, мен командаға алып, Алаш идеясы. Алаш идеясына мен ешкімді жалынбаймыз. Енді мен мәжбүрлеуге, бәрін жазсындар, мен хақым жоқ. Сендерді мәжбүрлеуге бүйтіңдер дегенде. Алаштың идеясы. Малым жанымның, жаным арымның садақасы. Осы идеяға берілгендер қалады. Қорықпағандар қалады, қорықпаған. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Енді мынандай нәрсе. Мұнда келгенде келіңдер бүйтіп қаласыңдар да. Егер бетін арығысың, Ахметбекті апарып қамап тастаса да, атып тастаса да, өлтіріп тастаса да, мен осының ісін жалғастырам деген адамдар керек. Аймақта сөйтіп ант берулерін керексіңдер. Мен қазір сол неменені дайындап жатырмын, кодекс. Бұрын кодекс Кумаикус деген болған қыпшақтардың немесі ар кодекс деген. Былай айтқанда серт беру, ар алдында серт беру да. Соңына дейін тұрам. Мына кісі мені етіп тастаса, менің орныма басқа Бауыржан ба, Елдос па, Ералыма келеді. Берік па, мен ойлаймын, любой менің орныма тұрасыңдар, осыны ары қарай жалғастырам Алаштың идеясын деп. Кез келген айтасыңдар, маған дүр десе, қызыма, жігітіме осылай болатын адамдар да бар, аймақтықтар. Солай босанғаны қалыңдар. Егер оған рухтарың жетпесе, қазір айтыңдар, мен сендерді мәжбүрлеуге хақым жоқ, біреудің баласысыңдар, әке-шешелерің бар. Сол әке-шешелерің айтасыңдар да, міне аға партия құрды, елдің болашағы үшін, осыған барасыңдар, барасыңдар. Бірақ ешкімге ренжімеймін. Біреуіңе неге келмедіңдер? Енді не керек енді? Біз реально қазір мынаны көріп отыр, КНБС да көріп отыр, өйткені біз ашық эфирдеміз ғой, бәрі көріп отыр. Енді мен не айтамын? Жабық жібергенбіз ғой. Бәрібір көреді ғой. Ашық жіберсеңдер де болады. Ашық жібере салыңдар. Ашық, оңген артын ашып тастаңдар. Мынау бірінші съезд деп айтайық, сен партиясын бүкіл партияны Алаш деп қойды жатыр, халықпен ақылдасамыз. Программасын мен тезисіне дайындап қойдым, программасын бірігіп қазір дүйсенбіге дейін программаны жасап, дүйсенбі күні халыққа жіберуіміз керек. Бұлай, енді маған да мен де өлгім келмейді. Тірі адам кім өлгісі келеді? Мен де өлгім келмейді. Барыңды, нәріңді тірілте бергесін дейді, 30 жылдар жинаған тәжірибем, бүкіл білімімді халыққа беріп кеткім келеді. Артыма осылай егеменді Қазақстан тастап кеткім келеді. Бай Қазақстан, білімді Қазақстан, мәдениетті Қазақстан, соған үлес қосқым келеді. Кәдімгідей үлес қосқым келеді. Міне, осылай міне деген Ахметбек Нұрсила деген атымды тарихта қалдырғым келеді. Енді мен сендерге айтқан әрқайсыларың, сен Міржақыпсың, сен Мағжансың, сен Әлихансың, сен Жаһаншасың, сен Сұлтанмахмұт Торайғырсың. Әрқайсыларың сол естеріңде ғой, мен әрқайсысын бір таңдап алыңдар, сол образға кіру керек, соңын сол аттарың қалады. Қазір ондай заман емес. Патшаның астында жатқан қызыл қанішерлердің заманы емес, қазір бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Заңы бар елде өмір сүріп жатырмыз. Сендердің болашақтарың бар. Біреулерінің отбасың, балаларың бар, біреулерің енді үйленесіңдер. Бұл сендердің Қазақстандар. Сендердің өмір сүретін, сендердің балаларың өмір сүретін, менің немерелерім өмір сүретін Қазақстан, соны бейбіт қылу, ана Европадағы озық елдер сияқты, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты жасау сендердің қолдарында. Ешкім жасап бермейді. Сұлтанмахмұт Торайғыров айтты ғой, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн боламын, мен күн боламын. Әрқайсыларың айтып көрсетер, мен күн боламын. Енді былай енді бізді бәрі айтып жатыр, тіркемейді бәрі айтады, есің дұрыс па, тіркемейді, 99% айтады тіркемейді деп. Тіркейді деген сөзі естіген жоқпын мен. Тіркемейді, билік сені тіркемейді, сен кімсің соғырша деп. Даже ана Қасқыр деген өлең жазған Серік Ақсұңқарұлына кеше телефонмен соқтым да, телефон тауып алып. Үлкен кісі енді өлең керемет, естіген шығарсың өлеңді да. Сен кімсің ей дейді маған. Аға, мен сіздің өлеңіңізді оққаннан кейін мен сізге сол есеп берейін деп сіздің. Кімсің сен, не істейсің? Мен айттым, мен Ахметбек Нұрсиламын. Кімсің сен? Мен осылай семейдің жігітімін. Иә, не істеп жүрсің? Мен партия құрайын деп жатырмын. Есің дұрыс па? Кім саған ол партияны? Кім саған рұқсат береді дейді. Мен аға дедім, ана Қасқырды сіз жаздыңыз ба? Қасқырды мен жаздым. Қасқыр рұқсат сұрай ма? Мен барып бір аң ауласам деп. Қазақ Қасқыр ғой біздің. Біз бөрілі байрағымыз болған ғой бабаларда. Мен рұқсат сұрайтын, мен немен итмін ба мен? Мен Қасқырмын дедім, рұқсат сұрамаймын ешкімнен. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Заң бар ма? Партия туралы бар. 20 000 мүше жинаса, оның партия құруға
құқығы бар деп жазылып тұр ма? Жазылып тұрса мен құрамын, кімнен рұқсат сұрайын? Мен бейшара болып, пожалуйста, мен партия құрайын деп едім, біреуге барсам, онда біреуден рұқсат сұрасам, онда мен шықпай қойғаным жақсы. Сөйтіп айтады, я онда жарайды дейді да. Ойлайды, сен біреудің құйыршығысың ба, біреу саған рұқсат бере ме? Рұқсат беретін болса, онда құрып керек жоқ онда. Елге мазақ болып, не керек онда? Тыныш жүре бермейсің бұл онда. Сондықтан бізге қашан рұқсат береді? Бізде миллион адам болған рұқсат береді. Содан біздің менің ұстайтын стратегиям, мен сендерге босқа көрсеткен жоқпын. Махатма Гандидің киносын 3 рет көрсеткен шығармын, далаға алып шығып. Солай ма? Алаштың тағдыры ма кино? Тарзаманды бәрілерге көрсеттім ғой. Сендерде ойларың болған шығар, маған немене көрсетіп жүр, бізге бизнес үйретем дейді. Тарзаман емес, Махатма Ганди емес деп үйреттім ғой. Мен осы күнге мен 5 жыл дайындалдым. Осы күнге мен 5 жыл дайындалдым. Мен айтайын, билік Прохлопов Ахметбек Нұрсилан. Ойлаған жоқ, мынау бір дел қолы деді мен да. Мен айтайын, мен былтыр алдыңғы жылдары Атырауға, Ақтауға, бүкіл Қазақстанды 3-4 рет аралаттым ғой да. Сол кезде Алаш деп айғайлап жатқан кезде менің достарым бәрі айтады, есің дұрыс па, ертең сені қамап тастайды деп. Айтады, причем бизнес, причем Алаш қандай қатынасы бар. Мен айттым, мен болашағым үшін жұмыс істеп жатырмын, сендердің болашақтарың үшін жұмыс істеп жатырмын. Біз әділетті ел құрғымыз келеді, әділетті қоғам құрғымыз келеді, жемқорлығы жоқ, мәдениетті, білімді қоғам құрғым келеді. Соған мен қол жинап жатырмын. Мен қол жинады деп ойлаймын. Қазір біз 1 миллион адам жинай аламыз. 1 миллион адам жинай аламыз. Енді сендерден көмек мынау ғана. Сол 1 миллион адамды қазір телеграмға тіркеу керек. Телеграм қанша адам тіркелді? Жоқ, каналға. Каналға 200 мың. 200 мың ба? 20-шы... Каналға без конца, каналға без конца. Шектеу жоқ қой. Шектеу жоқ каналға. Вот шектеу жоқ. Сендерден өтініш мынандай. Өз кәсіптермен айналыса беріңдер. Мен қазір бәрін тастап болды, партияға деген емес. Бір 10 күніне 1 сағат осы партияға жұмыстарында, уақыттарында арнасынан болып 1 сағат бөліп қойыңдар. Айтырасыңдар. Таңертең түсінен 1 сағат жұмыс неменеге партияға арнаймын. Өзімнің Қазақстаным үшін, өзімнің жарқын болашағым үшін деп те. Мүмкін кейбіреулер 2 сағат арнар. Аймақтағылар да. Не істеу керек болады? Сол неменеге 1 миллион адам жинау керек. Каналға. 26 тамызға дейін біздің немене құрылтайға 1 миллион адам каналда тұруға тиіс. Мүмкін 5 канал құрарымыз. Сол жерге біздің программаны, біздің неменен үнемі салып отырамыз. Үнемі анау қазан қайнап жатуға тиіс. Егер 1 миллион адам, онан кейін біздікі Махатма Гандидің жолы. Непротивление злу насилием. Бейбіт жолмен зұлымдыққа қарсы шығу. Зұлымдыққа бейбіт жолмен қарсы шығу. Яғни біз қаруланбаймыз, біз төбелеспейміз, біз ұрып жатса, тура Махатма Ганди қалай істеді? Ұрып жатса, сабап жатса үндемейміз. Бірақ мен ойлаймын, ана заң ішкі орында істейтіндер, КМБ-да, полицияда, ОМОНда жұмыс істейтіндердің бәрі біз сияқты, сендермен біз сияқты қазақтың баласы. Бейбіт елді оларға мылтық атуға, оны сабауға олардың ары бармайды. Егер 1 миллион адам күндізін айтатын болса, ары бармайды. Содан кейін екінші, егер 1 миллион адам тұрып беретін болса, ертең сол 1 миллион адам билікке келеді. Сол кезде олардан спрос болады жаңа. Халыққа қарсы жұмыс істегендерден спрос болады. Халықты сабаған, халықты түрмеге отырғызған, халықты атқан адамдардан міндетті түрде спрос болады. Олардың басы кетеді. Олар менің басымды алса, ертең сендер соның басын аласыңдар. Бұндар ма? Сондықтан 1 миллион адамды жинай аламыз ба? Жинаймыз. Бізде уже 1 миллион подписчик бар, да? Сен әрқайсыларында 10 мың подписчиктерің бар. Солай ғой? Бізде программаны шығарамыз. Программа Қазақстанның өркендеуі. 1 миллион подписчик болады. Содан кейін 26 күнгі съезге мен ойлаймын, кемінде біз 20 мың адам жиналуымыз керек. Аймақтардан, Алматыдан 20 мың адам жинаймыз ба? Сенімділік қанша пайыз? 20 мың адам жинаймыз ба? Аламанда бізде 100 мың адам қазір біздің 100 мың адам немене тұр да. Солға программа шығарғаннан кейін съезде көреміз. Алматы арена,
болмаса стадион, болмаса қаланың сыртына алғашқы құрылтайды 20 мың адам жинаймыз. Содан кейін 1 миллион адам біздің партияның тізіміне кірсе, содан кейін мәслихаттарға да кіргіземіз, сонда тіркеме көрсін. Содан кейін 1 миллион адам болса, тіркеме көрсін. Сондықтан егер мені жақсы көрсеңдер, мен бәрің әкең сияқты, әкелерің сияқтымын ғой, солай ғой бәрің мені өкіл боласың. Мені жақсы көрсеңдер, мені басқадай мені бірден істеп жібермегеніне қаласаңдар, сендерден бірақ көмек бар да. Тез арада 1 миллион адам шығады. Егер менің істеп қойған 1 тиын қылмысым жоқ, 1 грамм қылмысым жоқ. Ел арым таза. Мемлекетке қарсы емеспін. Қазақ халқына қарсы емеспін. Егер мені қамаса, тек қана осы партиялық қызметім үшін ғана қамауы мүмкін. Сол кезде 1 миллион адам көшеге шығатын болсын. Егер мені қамаса, 1 миллион адам көшеге алып шығалсаңдар, бейбіт жолмен, ешқандай көтеріліс немене жоқ, просто бейбіт отырып алады 1 миллион адам. Алаңға әрбір қаланың алаңына барады да, орталық алаңға барады да отырады. Ахметбекті, Нұрсиданы босатыңдар. Мен тарихтан кімді қараймын да, мен мысалы өзім ойладым. Неге Махатма Гандиді мынандай ғана адвокат да, бойы мынандай ақ. Анан өлтіре салу үшін төбесінен түрмедегі бір бандит төбесінен бір қойса өтіп болады, солай ма? Неге өлтіріп тастамады, қалай ойлайсыңдар? Халықтың арасында мені қорқады. Даже ағылшындар, ағылшын жарты әлемді билеп отырған империя ағылшындар бір Махатма Гандиден қорққан. Өйткені халықтың қарғысынан қорқады. Халықтың қаһарынан қорқады. Нельсон Мандела 28 жыл түрмеде отырды. Өлтіре салуда бір қасық су саласа, неменесін? Таңертең супына бір қасық су құясса болды ғой, қалады. Соны айтады, жүрегі ауырып өлді, бауыры ауырып өлді деп өлтіре салады, солай ғой. Неге өлтіре алмады? Халықтан қорықты. Сондықтан мені қамай алмайды. Сендерге байланысты аймақта өкілдер. Мені қамай алмайды, мені өлтіре алмайды. Мені өлтіріп тастаса, 1 миллион халық ертең көтеріліп, сол ана биліктің астан кестегін шығаруға тиіс. Қазақты немене қылып жіберген. Қазір сабақты өтіп жатсыңдар, таңғы сабақты мен айттым, сендерге көріңдер, біз қасқыр рухты қазақпыз. Рухымыз қасқыр. Бізді немене қылып тастаған, сол ит қылып тастаған. Намордник кигізіп, басымызға қарғы тағып, айтқанын жүргізіп, айдағанына көніп. Бізде немене программаны қазір ете алмаймыз да. Жақсы программа, мен бұлай айтып берейін қазір. Мен телефонда әкеп беріңдейші? Жоқ, компьютер қосыламыз. Арт жаққа. Компьютер қосыламыз ғой. Қосыламыз ғой да? Мен компьютерімді қосыңдаршы, вордпен. Телевизорға шығарайық та. Тезисіні әзірге программаның толықтай 26-шы немене күнді съезде қабылдаймыз. Жоқ, ворд 26-шы съезде партияның программасы қабылданады. Мынау тезисіні әзірге сендермен ақылдасайын деп, аймақты өкілдермен ақылдасамыз, арнайы топ құрамыз, белсенділер тобы болады, заңгерлерді әкеліп нетеміз. Содан кейін маған айтты, екінші маған айтқаны, мен шығандар, екінші маған бидеп айтты. Ана саясатта жүргендер, кішкене білетіндер айтты, аға, сіз жалғызсыз, сізді халық білмейді, танымал адамдармен альянс жасаңыз деген сияқты болды. Тағы да мен ойланып жүрдім, кіммен альянс жасасам екен, кімге барсам екен деп. Мен осы өмірімде бар ғой, біреуден 1 тиын ақша, құдай ақ бар ғой, құдай ақ мен ант етейін. Біреудің алдына бар 1 тиын көмек сұрамаған адаммын. Мен сендерге талай рет айттым ғой, 7 күн бұратылып аш жатқан кезде, құртты езіп жаттым, мына туған ағашының үйіне барып 1 грамм нан сұрамаған адаммын. Енді қалған өмірімде сұрай қоймаймын. Сондықтан мүләйімсіп барсам, дағанда ана саясаткер, мына саясаткер мені қорғай көрді. Осы уақытқа дейін 60-қа дейін сұрамаған да мені сұрамаймын. Содан мен тағы да маған енді ата-бабамның аруағыма, кванттық әлем ба, маған бір немене бар да, үнемі мені құтқарып қалатын бір мен күш бар. Содан мен ойладым, Сұлтанмахмұтты оқып жүрмін ғой да. Содан Мағжанды оқып жүрмін ғой. Содан айтты, мен саясатқа былғанбаған. Мен жалпы айтады да, саясаттан хабар жоқ адам бару керек екен де. Өйткені сайқал саясат дейді, ол сайқал болып кеткен де бәрі саясатқа. Саясаттан хабар жоқ адам болу керек, оның тек қана жүрегі таза болу керек, адал болу керек болды. Менің сол да. Одан кейін мамандар бар. Экономист мамандар, саясаткер мамандар бар, солар тыңдайды да, адам арымен ақылдасып шешу керек та.
армен халыққа пайдалы ма, халыққа пайдалы емес пе деді да, санасы бар адам. Соңғы мен айтамын ғой, кез келген президент боласыңдар. Кез келген арың таза болса болды. Сондықтан мен ойладым, ары таза, содан кейін экономикадан хабары бар, IT технологиядан хабары бар. Қазір заман солай қарай кетті ғой, IT-де. Искусственный интеллект, 3D принтерден хабары бар, жалпы менеджменттен хабары бар жастарды. 20-дан бастап, 18-ден бастап, енді ойлаймын 80% партияның 18-ден 40 жасқа дейін болуға тиіс. Таза, кіршіксіз таза, былғанбағандар. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, көздегені көк аспан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жүректер, жібектер, сүттей әппақ жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, туын аспанға көтерер олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Мағжан әулие ақын болған. Олар білді. Міне 100 жылдан кейін сондай уақыт келетінін, сол мен сендерге сенемін. Міне отырғандар бәрін жассыңдар. Орта есеппен көп болса 20-25 жастасыңдар. Осындай қазір жастар бар, былғанбаған, ары таза жастар бар. Солардан тәрбиелеп шығарамыз. Қазақстанның болашағы сендерсіңдер. Қазақстанда біз 1 миллион жастарды алып шығамыз деп ойлаймын. Қазақстанда алып шығарамыз. Солай ма? Солай. Сондықтан мен айтамын, ешкімге енді кеше Төрегелді Шарманов ағаны білесіздер, жақында 90-ға келеді. Сол кісі маған кемінде бір 10 рет телефонмен хабарласты. Айналайын Ахметбек, мен сен видеоны көріп жүрмін. Саған осылай мен ризамын. Bir жолғайықшы деп. Содан карантин бітті. Кеше бардық па? Алдың күні ме? Алдың күні бардық. Ағамен құшақтап, амандап, кабинетінде шайын беріп, соңын айтып, маған батамды берейін деді саған. 90-ға келеді, биыл батасын алдым. Ешқандай саясатта жоқ. Халықтың алғысына абыройлы ақсақалымыз. Енді мен айттым, кімде-кім маған батасын бергісі келеді ақсақалдар, мен солардың батасын алам. Батаңды бер, менің кемеде бар ғой да, ата-бабам қол жайым деп. Мен ата-бабаларымна үлкен ақсақалдар батасын берсе, мысалы бүкіл Қазақстаннан, батыстан, шығыстан, оңтүстіктен, солтүстіктен берсе, солардың батасы. Маған мен арқылы сендерге берілген батамыз. Үлкендердің батасы керек. Қалған ешқандай керегі жоқ. Маған енді мамандар керек. Мықты заңгерлер, мықты экономистер, мықты маркетологтар, бизнесмендер солар керек. Шексіз қолдаймыз деген. Соң бәрі айтады, тағы да айтатындар, ой, бұған партияға бәленбай $1 миллион ақша керек, бар ма $1 миллион ақшаң? Ақшам жоқ дедім. Ақшаң жоқ болса қалай енді? Құрылтайға мысалы 20 мың адам келу керек қой. Мен ойлаймын, біздің аймақтағылар бар, пойызға отырып, өзінің жолын төлеп, бір күн осы жерде бір туысқан үйіне бір жерге қонып, қайтып кететін ақша табылады деп ойлаймын да. Соңмен 10 қалада ма бөлімшелер болу керек, біздің бөлімшелер бар, офис бар. Şu жерде адамдар тегін жұмыс істейді деп ойлаймын, ел үшін, болашақ үшін. Солай ма? Яғни бұл халықтың партиясы, халықтың ақшасына құрылатын. Менде бір олигархтан барып бір тиын ақша сұрамаймын. Егер біреуден бір тиын ақша сұрасаң, соның қолында қуыршақ боласың. Ал мен ешқашан сендерге де айтатын, ешкімнің қолында қуыршақ болмаңдар, жалшы болмаңдар. Бұл уникальный болады, бұл әлемде болмаған жоқ. Біз қазақпыз, қазақ деген осындай әлемде болмаған немен құрамыз. Бір тиын ақшасыз халықтың ықыласына бөлінген халықтың партиясы. Енді мен ант берген кезде біреу айтады, бұл ант беру өзі шошқай, басқан ит деп ойлар да, антты бере береді деп. Өзі мүмкін солай шығар, мен сата алмаймын. Мен әкем өмірі, мысалы, Қытайда ол кісі офицер болды, жоғары оқу орнын оқыды, ақын болды, 15 баланы дүниеге келдірді, өзі жалғыз бала болады, біреудің жалғыз баласы. Осында келген кезде Қытайдан келгенде әбден қысым көрсетті. Сонда айтады да, қыстауды берген кезде есік терезесі жоқ қыстау береді екен. Шешем айтады да, мен әкемнің қолында өскен жоқпын, бірақ інілерім айтады, қиырда қыстауды береді дейді. Қой берген кезде ең бір аннан қашқан, мыннан қашқан қойлар жинап береді екен. Өйткені әкемнің мінезі мынандай болғанда,
енді ана аруақ марқұм қайтыс болып кетті, бір бригадир атын басқа да өзгертіп айтайын мен. Шелғарын, Семіз, Жұма, Көшкінбайып, анау семіз болғанда бригадир. Астыңа мәшина алып кеттің байып, қырып жойып боқтайсың шабандарды, аяғы кетсе титтей қылдан тайып. Бұрын бригадир деген ауылда жарты құдай болған ғой. Бригадирге біздің үйден тамақ іші деп, анау малшылар, шабандар мәз болады екен. Соны шешем айтады да, бір күн анау қатты қанын ішкеннен кейін әкем ашаны алып алыпты, анан жүгірді дейді. Бергелі әке ана Шелғарынды ақтарам деп ашаны алып жүгіргенде анау ағып барып уазигіне отырып алып қашып кетті дейді. Содан кейін бір рет ана тағы да бір ақсақалды неткен кезде ана біреу мылтықпен атқан ғой. Бір неменен. Соны мен әкемнен көріпті. Күшетай атты деп. Өйткені Қытайда немене болған, офицер болған, сақшы болған, бір атса оны күшетай атты деп. Соны ана бас техникада өлең шығарған, колхоздың басқармасында өлең шығарған, колхоздың қырманның бастығы енді марқұм Риза деген досы болатын енді. Ол кісінің балалары бар, ренжімес, мен айтайын, сол Ризаға да өлең шығарған қақтығысқан кезде, Риза мен сені білуші едім, кезінде жалаңсанмен жүруші едің деп үлкен өлеңі бар шығарған өлең. Оны бүкіл ауылдың халқы біледі негізі. Сол ешқашан ешкімнің алдында тізерлемеген адам да ол кісі. Мен сол әкемнің рухына сай болғым келеді. Әкем қайтыс болғанда 20 жылына өлең шығарған мен. Жақсыдан қалған көз едің, артқыға жетер сөз едің, сілтеген балта майыстар, қайыңның мықты без едің деп. Қайыңның мықты сияқты, без сияқты адам болған. Мына бұғана қабырғасы сындырып алып, асауатпен. Үйде жатқан кезде бағанағы бригадир бүкіл малын үйге әкеліп тастаған ғой қыстың күні. Бүкіл мал дегенде бір 20 қой, бір сиыр, бір жылқысы үйде бір аша шөп жүр. Сонда анау сондай зұлымдығын көрсетіп неткен. Бірақ сонда да бір рет кешірім сұрап, солардың алдында тізерлемей өткен. Енді мен де сол әкемнің рухына сай боламын деп ойлаймын. Біреуден қарыз сұрап, біреудің алдына барып, сүмеңдеп, маған көмектесе көрші деп. Мен жастар бар, жалындаған жастар, мен соларға сенемін. Бұл сендердің Қазақстан, сендердің болашақтарың. Программа, мен ойлаймын, 3 бөліктен тұруға тиіс. Біріншісі экономика. Мынау қателік жасық. Кішкене мен неткет экономика емес. Енді 2-3 бөліктен бірі мемлекеттік басқару, оң кейін әлеуметтік мәселе. Әділетті сайлау. Сайлау әділетті болуға тиіс. Мен халықтың сөзін сөйлеймін деп барғандар парламентке, маслихаттарға, облыстық немесе маслихатқа әділ болуға тиіс. Әділетті сайлау да. Соң кейін үкімет, ана күні мен айттым ғой Сергеев болғанда, үкімет халықтың алдында есеп беруге тиіс. Үкімет кім, министрлер кім, премьер-министр дегенде олар халықтың қызметшісі, менеджер. Сен мысалы үйіңе мысалы әкелсең, агрономды алдың, таксист алдың, ол қызмет етеді ғой саған. Агроном дұрыс жұмыс істемесе, агроном айтасың, айналайын, мысалы былтыр менде есік алдында күтетін бір агроном болды, дұрыс істемесе айтам, орынды босат, басқа адам тауып алады. Сол сияқты олар халықтың алдында есеп беруге тиіс. Билік иесі халық. Сондықтан үкімет халықтың алдында есеп беріп отыру керек. Мынанша бюджетке ақша түсті, мынау істелді, мынау істелді, мынау істелмеді деп те. Содан кейін полиция. Шенеуніктерде емес. Полиция ол да халықтың ішінен шыққан адамдар, олар халықтың сөзін сөйлеп, халықты қорғау керек. Кеше Павлодарда бір оқиғаны көрдіңдер да, бір полиция жетіп келіп көрдіңіз бе, әлеуметтік желіде толып жүр да, аспанға автомат атып жүр. Енді соларды білмеймін, соларды бірден кемінде 30 жылға, 20 жылға соттау керек ондай полицияны. Халыққа қол көтеретін полицияны сол 30 жылға соттау керек кемінде. Осындай заң қолданыңыз, да? Жергілікті мәслихатқа өте белсенді депутаттар. Өйткені әрбір облыстың, қаланың мәслихатында сол бюджет, сол неменеге, сол бизнесмендерге бюджеттен мысалы тендер ойнайтын болса, сол бизнесмендердің таза болуға тиіс, прозрачный. Аудандық депутаттар, сол неменені белсенді депутаттар барады. Содан кейін мысалы облысқа мысалы келді ме, солярка, бензин келді ме, ауданға соны әділ бөліп беру, бәрі халық көрсетіп отыр. Оны әкім, ауданның әкімі, облыстың әкімі шешім қабылдамау керек. Бюджетті. Негізгі саясат деген ол бюджет. Бюджет деген общак қой былайша айтқанда. Зекін айтқан общак. Сол общак әділ бөліну керек халыққа. Оны мәслихаттар айту керек. Әкеле, кімге бердің? Ана крестьянская, мына крестьян, оны не бердің? Анау қалай болды, мынау қалай болды? Яғни билік, анау ауданның әкімі, облыстың әкімі, ол слуга, қызметкер, жалдап алған. Оған біз халық ақша төлейміз. Депутаттар ақша емес, депутаттар тегін. Халыққа тегін істейін деген адамдар бар, соны ана немеден сұрайды. Берге ол атқарушыға не? Ана кім бюджетті бекітіп береді, депутаттар, аналар соған атқарады, оң есеп береді.
бюджетте депутаттың алдында. Депутат сайлаушылардың алдында есеп береді. Міне осынша ақша түсті, былай болды деп. Жергілікті мәслихаттар. Содан кейін экономика, индустриализация. Мен енді кемінде 20 күн шығар, мен экономикалық модель программамды өзім осы Сентовидан қолдайтын боламын. Мен қазір әлемдік экономист бар, Рейнард деген, бүкіл әлем біледі. Қалай бай елдер қалай байып кетті, кезінде Англия, Италия, Америка қалай байып кетті, соны түгел талдап жазған. Ал неге кедей елдер, Африка, мына біздің Орта Азиядағы елдер неге кедей? Неге олар кедей болып қала береді, не істеу керек деген еңбегі бар. Мен соны қазір дайындап жатырмын. Білесіңдер, мен тура жіліктеп тұрып оны халыққа қарапайым 80 жастағы ақсақал, ауылдағы мал бағып жүрген малшы, базарда тәшки итеріп жүрген телешкеде адамның санасына жететіндей қылып түсіндіріп беремін. Жалпы біз не істеуіміз керек дегенде, индустриализация, яғни ауыл шаруашылығын әрине біз дамытуымыз керек, бірақ біз өндіруіміз керек, теріні сатпауымыз керек, біз аяқ киім сатуымыз керек, мақта сатпауымыз керек, киім сатуымыз керек, мұнай сатпауымыз керек, бензин болмаса одан шыққан, мұнайдан шыққан резина немелер жасап сатуымыз керек. Индустриализация. Ол бағасы қосылған сайын елде көбірек ақша қалады. Мен оны прям кемінде 20 сабақ өткізетін шығармын мен. Жалпы индустриализация деген не істеу керек екенін. Сонымен ауыл шаруашылығын дамыту. Бізде масқара ет шетелден әкелеміз. Осыдан 3 жыл бұрын мен Мамытбек министрдің қабылдауында болғанда көрген 300 мыңға жуық 300 мың тонна. Бұл адамның ақылына сыймайтын цифр. 300 мың тонна ет шетелден келеді. Қазақстан шетелден 1 грамм ет сатып алмау керек. Қазақстан ет шетке сату керек. Осымен айналысу керек. Оған мамандар бар, құдай ашу. Сүт 1 литр сүт кемеу керек, біз сүт шетке сатуымыз керек. Бір жылда емес әрине. 5 жылдық программада. Соң жер астының байлығын халыққа қайтару. Кармет комбинат бар, басқа газ немелер бар, осылай мемлекеттік көп приватизация кезінде әділетсіз сатылып кеткен, заңды бұзып сатылған мекемелер бар. Осылардың бәрін юристерді қолданып отырып, халықаралық заңмен соны мемлекеттің, халықтың игілігіне жай қайтару. Келесі. Әділ сот жүйесін құру. Мысалы, Джакишев соттады, әділетсіз соттады ғой шығарды. Сол сияқты. Сот өте әділ болуға тиіс, президент тағайындамау керек. Сот деген сөз үш билік қой. Заң шығарушы билік парламент, сот, соттаушы билік, одан кейін үшіншісі атқарушы билік. Ол премьер-министр, министрлерді. Мынау соттаушы билік, ол соттаған кезде кім соттайды, ол халыққа тәуелді болу керек. Мен ойлаймын, судьялардың тазарту керек болады, 70-80-90%-ын қайтадан. Мүмкін присяжный. Мен қазір сот жүйесінде жұмыс істеген, мен Тагир Мұсаевич деген ағам бар, осы неменеде депутат болған, мен түстен кейін кездесем, ол кісі жоғары соттың замы болған, орынбасары. 40 жылдай сот жүйесін істеген, өте сауатты маман, ағам мен жақсы араласам, сол кісімен нетеміз. Соңғы жемқорлыққа қарсы. Жемқорлықты жою, жүйе құру. Мен жүйе құруды білесіңдер да, система, жемқорлықты жою. Келесі әлеуметтік мәселе, сапалы білім беру. Сапалы білім беру, мен ойлаймын, мына университеттерді, ең бастысы, мемлекеттік біздің мектепте 3 ауысымда оқитындар бар. Ол сұмдық. Осынша аз қала 3 қала, 1 ауысымда оқу керек, мектептер салу керек, және мектепке мұғалімдердің сапасы. Университеттерден бастау керек. Сонымен мен қазір шетелдік адамдармен сөйлесіп отырамын ғой. Германияда, Голландияда мен достарым тұрды, жоғары оқу орны тегін. Совет өкіметіндегі сияқты тегін, бірақ жесткий отбор болуға тиіс. Вуздардың жартысын қысқарту керек. Мен оны 5 жыл бойы айтып келе жатырмын қатпа қызда. Жартысын қысқартады, тегін оқытады. Вообще 100% грант болады. Мектеп тегін, жоғары оқу орны тегін, бірақ білім өте сапалы. Жартысын қысқартамыз. Мүмкін 30%-ын ғана қалдыру керек жоғары университеттер. Бірақ тегін болуға тиіс. Латифундистер жердің көбін немелер алып қойған. Латифундист деген сөз бәленбай гектар, миллион гектар жері барлар бар. 500 мың гектар жер. Иволга дейді, мен пестицидпен айналысқанда көрдім, солтүстік Қазақстанда көп сол жерді қайтарып алып, шаруа қожалықтарына қайтарып беру керек. Жер алам деген шаруа қожалықтарында. Содан кейін әрбір азаматқа 10 сотық жер беріп, анау күні мен жермен айналысатын юристпен тікелей эфир жасадым ғой, көрдіңдер ғой сонда. Заң шыққан жоқ, карта жоқ. Қай жерде бос тұрған жер жоқ. 10 сотық жер плюс 15 сотық, 14 сотық дачаға, 15 сотық немене өткізген. Яғни 40 сотықтай жер әрбір қазақстандыққа берілуге тиіс. Жер жетеді.
бірақ соны дұрыс істелмей отыр осыны. Содан кейін медицина жайлы мен әлі медицина саласында жұмыс істеп жүрген адамдармен немен жасаймын, кеңесем, медицина саласында да енді ғылым мен білім саласына көңіл бөлу. Мүлде қазір ғалымдардың еңбек жалақылары өте төмен. Мен айттым ғой, енді Қазақстанда жұлдыз кім дегенде, жұлдыз, шынымен жұлдыз деген сөз кім қадірлейді? Ғалымдар, онан кейін мектеп мұғалімдері ең престижный. Мен кішкентай кезімде есімде аталарға барып қолына су құйғанда айтатын, мұғалім бол деп ата беретін. Өйткені шындығында мұғалім деген ең қадірлі болатын Совет өкіметі кезінде. Сондықтан біздің біліміміз толық. Менің білімім қазір да. Сондықтан мұғалімдер ең қадірлі, ең престижный мамандық болады. Ғалымдар, мұғалімдер, дәрігерлер, осы үш немелер. Содан кейін мемлекет қызметкерлері де. Адал адамдар мемлекет қызметкерлеріне. Бір тиын пара алмайтын адал адамдар. Олардың жалақысы өте жоғары болуға тиіс. Жалақысы 2000-3000 доллар алады, бір тиын параны өліп бара алмайтын адамдарға. Ғылым мен білім саласында көріп. 5 жылдық, енді мен ана үйі жоқ адамдарды суыр деп айттым ғой қазақтар. Енді суыр болмайды Қазақстанда. Қасқырлар болады, апаны бар. Бәріне баспанамен қамтамасыз ету. Бірақ тегін деген нәрсе болмайды. Мен енді ойлаймын, бүкіл халыққа жұмыс істеуге мүмкіншілік беру керек. Мен өзім мынандай бүкіл қазақтарға мынандай челлендж тастайын деп отырмын. Мен күнде сағат 5-те тұрамын. Сол 5-те тұратын адамдарға, күнде тұратын адамдарға біз жағдай жасаймыз жұмыс істегенге. Білім береміз. Күнде мен өзім 5-те тұрып, күнде немене жіберіп отырамын, есеп Инстаграмға. Бір күн тұра алмасам, Ахметбек қатын деп айтылар жолда. Сөз ұстай алмайтын деп. Кім бүкіл қазақ 5-те тұруға тиіс. Соңын жұмыссыздықты жою, жерді сатпау, арендаға бермеу, жер халықтікі. Соңын кейін социальный немене. Мысалы, қазір біздің ең үлкен проблема Қазақстанда жеріміз үлкен, халқымыз аз. Баланың туына жағдай жасау керек қазір. Баланың көп туына соларға пособие. Менікі тезисіне осы менің жүрегімде, миымда жүрген программа. Бірақ бұны мен дүйсенбіге дейін мамандармен ақылдасам, сендерден немене тосам. Аймақты өкілдерден сендерден тосам. Халыққа не керек осындай программа? Басқадай қараңдар, халыққа не керек екен? Басқа немелердің программасы, мен шынын айтайын, ешқайсының программасын оқыған жоқпын. Мынау жүректен шыққан нәрсе. Жүректен шыққан нәрсе. Енді сендерге соңғы айтатыным, егер мені шынымен жақсы көрсеңдер, менің аман болғанымды қаласаңдар, менің осы 30 жылдағы жинаған бүкіл білімім, тәжірибем, рухым қазақ халқына қызмет еткенін қаласаңдар, сендер мені қорғау керексіңдер. Қалай қорғайсыңдар? 1 миллион немене телеграмға подписчик саласыңдар. Сонан кейін менің жазған посттарыма, онан кейін былай көп немене керек жоқ да, біреулермен шайқасып, ұрысып керек жоқ. Менің жазған посттарыма немен жазып отырсыңдар. Шынайы немен емес, шынайы комментарий жазып отырсыңдар. Күнде Инстаграмды, мен Инстаграм, Фейсбук, Ютуб менің 3 каналым бар ғой. Соған немені қойып қойсыңдар? Уведомление қойып қойсыңдар. Келген кезде бір ауыз поддержка беріп отырсыңдар болды. Мен сендерді ана зеңбіректің аузына бар, мылтықтың аузына бар, шап деп айтпаймын. Болды. Бірақ ол сөз. Неге Ахметбектің постына сендер демеу білдірдіңдер деп сендерге бірде-бір полиция келмейді үйлеріңе. Қорықпайсыңдар ғой пост жазуға. Соңын өздерің пост жазып отырасыңдар. Өздерің үнемі пост жазып отырсыңдар, оян деп. Инстаграмға бизнестермен қоса халыққа қызмет істеу. Соның кейінгі енді нақты тапсырма қазір ойланыңдар. Бизнес бастауды оқып кеткен бүкіл адамдарға, бүкіл немелерге немен ету. Солардың тізімін жинау телефондар. Бүкіл контактыларын жинау, соларды мен ойлаймын, соның 90% біздің сен партиясына мүше болып келеді. 90% мүше болады, маңайын етеді. Енді мен сол неменен қойшы, мен үндеу жасайын аламанда оқып кеткендерге. Аса қымбатты 60 күн аламанда оқып кеткен менің шәкірттерім, шабандоздар. 2 ай бойы біз сіздерге адал қызмет істедік. Мен және менің командам. Барымызды, нәрімізді бердік. Ешқандай оған артық ақы сұраған жоқпыз. Көптерің кәсіп бастадыңдар, денсаулықтарын түзеттіңдер, психологияны қалыпқа келтірдіңдер, отбасыларында береке орнаттыңдар. Өте керемет білім алдыңдар. Енді сіздерге өтініш. Қазір бәрлеріңіз Telegram каналдағы сен партиясына тіркеліңіздер. Әр қайсыларыңыз арттарыңыздан кемінде 10 адам алып келіңіздер. Бұл сендердің Қазақстандарың, сендердің болашақтарың.
Сол үшін мен сендердің сөздеріңді сөйлеу үшін партияға барғым келеді. Және де мен жалғыз емес, менімен бірге кемінде 30 осы аламанда оқып кеткен 30 мықты экономиканы, заңды жақсы білетін азаматтарды таңдап солар партия неменеге барады. Содан кейін сендердің бәрін мәслихаттарға барасыңдар. Қалалық, аудандық, облыстық. Сол мәслихатта ақшаның дұрыс жұмсалғанын, елге қызмет еткенін қадағалайсыңдар. Сендердің бәрілерің Алаштың өмірін зерттедіңдер. Міржақыптың, Мағжанның, Сұлтанмахмұттың өлеңін жаттадыңдар. Музейлерге бардыңдар. Солардың төс белгісін төстеріңе тағып жүрдіңдер. Сол Алаш идеясын бойларыңа сіңірдіңдер. Енді өздерің үшін, өздерінің болашақтарың үшін жұмыс істеулеретін уақыт келді. Ол үшін бізде ешқандай біз елге қарсы бір үлкен көтеріліске барамыз деп айтпаймыз. Біз бейбіт жолмен, Махатма Ганди айтқан, егер зұлымдыққа бейбіт жолмен қарсы шығу. Біздің партияны тіркетуге үлес қосыңдар. Үлес осы сенің үйде отырмай осы жерге пост жазып, мені посттарымды ары қарай таратып, өзің Инстаграмнан, WhatsApp'тан пост жазып елге таратқаныңа байланысты. Алдымызда бүкіл әлемде үлкен кризис келді. Өте қиын заман келе жатыр. Бірақ Қазақстанда кең байтақ жер бар. Қазақ әлемдегі ең бай, ең әділетті, ең білімді халық болуға лайық. Біздің 32 жылы біздің халқымыз әлемдегі ешбір халық көрмеген геноцидті көрді. Әлихандардың айтуынша 7 миллионға жуық халық болған, соның 5 миллионын құртып жерді ана Қызылқанышерлер. Біз енді қайтадан тарихтан ойып тұрып орнымызды алып, бабалар көрген зұлматтың кегін қайтаратын, кегін қайтару деген сөз, мына қазақтың жерін түгел жайлап, біз 10 жылдың ішінде біз 30-50 миллион халыққа жетуге біздің мүмкіндігіміз бар. Жердің асты да бай, үсті де бай. Барлық қазақтың баспанасы болып, барлық қазақтың астында жақсы көлігі болып, не ішем, не дейтін деген проблемасы болмай, табысы кемінде 1 миллион теңге табыс болатындай жасауға мүмкіншілік бар. Оны мен білемін, сендер білесіңдер. Енді міне Алаштың рухын қайтадан оятатын, Алаш армандаған елді жасау, осы сенің міндетің. Тығылып қалма, болашағың үшін қимылда, күрес. Енді әрқайсыларыңа жетеді, әрқайсыларың отбастарыңа, достарыңды осы партияға келіп тіркейді деген мен үміттемін. Бұл халық партиясы. Менің артымда мен ант етем, балашаға мен ант етем, ата-бабамның аруағы мен ант етем, Құран ұсталса Құран ұстады деп ант етем. Менің артымда халық қане тұр. Биліктің бірде-бір өкілімен мен сөйлескен жоқпын. Бұл менің артымда сенің болашағың, менің болашағым, менің балаларымның болашағы, менің немеремнің болашағы тұр. Әрбір ұрпақ өзінің мойнына артылған жүкті жететін жеріне дейін апарып жету керек, апарып тастау керек. Болмағанда біз ол болашаққа балаларымызға үлкен жүк қалдырып кетеміз. Балалар, біздің болашағымыз бізге алғыс айта ма, жоқ қарғыс айта ма, қазір біздің тірлігімізге байланысты. Бұны Әлихан Бөкейхан айтып кеткен. Мен сол сөзді бүгін айтып отырмын. Сендерге жүректен сөз жүріп шыққан жүрекке жетеді дейді. Сапалы қазақ әнұранын 2 ай бойы тыңдадыңдар. Осы жерден қасқыр рухтарыңды сіңіріп кеттіңдер. Енді тізерлеме, кешегі сақтардың, кешегі ғұндардың рухын қайтадан қайтарып келетін, сол рухты оятатын уақыт келді. Біз қасқырды жек көреміз, бірақ қасқырды қадірлейміз, солай ғой. Неге дейсіңдер ме? Біздің бабаларымыз бөрілі байрағына қасқырдың бейнесін бейнелеген. Өйткені қасқырдың рухын құрметтеген. Сол рухты біз 300 жылдай жаншып келді, сол рух іште ұйықтап жатыр, қайтадан сол рухты ояту керек. Мына өлеңді бәрің жаттап алыңдар. Күнде кемінде 10 рет айтыңдар. Көлікте отырғанда, келе жатқан кезде, таңертең тұрған кезде айтып жүріңдер. Жек көрем итті, алысып жүрем, шабысып жүрем, қағынып, сайын даланың тағысымын мен. Не деген ғажап, тағылық, шауып түсемін, күш жігерімді сыйғыза алмай ішіме, адамның алмас пышағы сынды, ырзамын азу тісіме. Қасқыр бабалар барлық ұлыстың мазасын алып манадан, иттермен болған қанды ұрыстардың иісін сезем даладан. Қаңқу сөздер жүрек кегін үрлейді, қорлық пен қарғысқа барабар. Біздердің тегіміз иттермен бір дейді,
Рас па, қасқыр бабалар, өлексе үшін жұлысқан болсақ, өмірі қайтпай кегіміз. Не бол иттермен біздер туысқан болсақ, не болған ата тегіміз? Неге үндемейсіңдер, қасқыр бабалар? Ала төбеттің астында қалар күн туған ба ақыры? Неге үндемейсіңдер, қасқыр бабалар? Қағынып кеткен жатыры? Неге үндемейсіңдер? Ұрлық түнеді, жатқаны мынау жауышы, аспан астын дүрліктіреді, үрген иттердің дауысы. Осы өлеңді саналарыңа сіңіріңдер. Сендер терісін тірідей сыпырып алса да, қаңқ етіп дауыс шығармаған кешегі сақтардың, кешегі ғұндардың, кешегі көктүріктің бүгінгі көзісіңдер. Болашақ ұрпағың емін еркін, байда бақуатты елде өмір сүре ме? Жоқ, ит сияқты қыңсылап, мысық сияқты мияулап, сорлы өмір сүре ме? Қазіргі сенің шешіміңе, қазіргі сенің тірлігіңе байланысты. Бізді алатын күш жоқ. Біз бабалардың арқасында осындай ұлан байтақ жерде өмір сүріп жатырмыз. Енді біз бейбіт жолмен заңды қабылдатамыз. Осы заң мәңгілік қазақ елінде салтанат құратын болады. Ол тура сенің шешіміңе байланысты. Аламанда оқыдың, алаш рухын сіңірдің, бірігіп бағанағы программаны жетілдіреміз. Ел үшін, халық үшін осы біз аянбай еңбек етеміз. Өлімнен қорықпаңдар. Өлімнен қорыққан күнде өледі. Кім өледі? Соғыста, төбелесте өлімнен қорыққан адам өледі. Сондықтан біздің қазір басымызды жерге қарай ете алмайды. Июге қақысы да жоқ. Жаңағы қолында қаруы бар полицейскийде, КНБ-нің азаматтары да кешегі ана сүтін, қазақтың сүтін емген, кешегі сақтардың, кешегі ғұндардың, кешегі көктүріктің, кешегі алаш ұрпағының азаматтары, балалары, олар сендерге қарсы қару жұмсай алмайды. Жұмсамайды да. Егер қазір 1 миллион халық біздің партияны қолдайтын болса, біз партияны құрамыз, заңды орындаймыз. Сол кезде халыққа қарсы сойыл соққандардың көкесінен көрсетіп тұрып, солардан кегімізді қайтаратын боламыз. Біз бейбіт елмен, бейбіт заң жұмыс істейтін елді құрамыз, сізбен біз құрамыз. Әрқайсымыз бүгінгі жауапты кезең. Бүгін қазақ арғарай ел боп қалама? Жоқ, сол бұрынғы жемқорлықпен, бұрынғы сол ойын сауықпен той-тойлатып жүріп, мына елімізден айырылып қаламыз ба? Бүгін шешуші кезең. Шешім қабылдаңдар. Рахмет. Болды. Принципе, мынау сен партиясының алғашқы ұйымдастыру съездесіндер болады. Енді қазір осы жерде мен тексермей қояйын. Менің көмекшім, соңын Бауыржан, тағы біраз адамдар қарап отырады, әлеуметтік желідегі сендердің белсендіктеріңді. Әлеуметтік желіде белсенді болмасаңдар, біз сау болыңдар деп айтамыз. Реніш жоқ. Табыстау үйреніңдер, бизнес үйреніңдер, осы бастарыңды астырай алатындай жағдайға жеттіңдер. Алаштың емес, ақшаның, халықтың емес, қалтаның қамын ойлайтындармен біз қоштасамыз. Тағы да қайталап айтамын, бұл сендердің қазақстандардың, сендердің болашақтарыңыз үшін мен міне жанымды шүберекке түйіп, басымды бәйгеге тігіп, оққа жүрегім төсеп отырмын. Жақсы ма? Бірақ қорықпаңдар, біз бейбіт елде, заңы бар елде өмір сүріп жатырмыз. Қазір осалдық танытатын болсақ, біз осы сорлы күйде өтіп кетуіміз мүмкін. Жақсы ма? Жақсы, жарайды. Болды. Енді қалған ұйымдастыру неменесі болады, сонда жұмыс істейміз, айтып отырамыз, не істеу керек екенін. Ортақ чат, Бауыржан басқарады, қалай болады?